Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі тақырыбымыз мобильді қосымша серверіне қойылатын талаптар. Тютер Рахмет Мақсат Елеусізович, информатика кафедрасының қауымдастырған профессоры. Мобильді қосымшалар үшін сервер жұмыс жүйесі сенімді, қауіпсіз және икемді болу қажет. Бұл талаптар қосымшалардың жұмысын тұрақты және үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сервер жүйесі өнімділігі, сенімділігі, қауіпсіздігі және масштабтануы жөнінен ең озық, яғни технологиялардың негізделуі тиіс. Мобильді қосымшалар жобасы тиімді жүзеге асыру үшін мұқият жоспарлану маңызды болып табылады. Жоспарлау процесі келесі негізгі бағыттарды қамтылуы керек. Бірінші, іске асыру кезеңі. Жобаны сатылымдарға бөлу, әр кезең үшін мерзімдер мен жауапкершілік сияқты қаржылық және материалдық, техникалық және адами ресурстарды тиімді үйлестіру, күтпеген жағдайларды, яғни барынша болдырмау үшін тәуекелдерді талдау және азайту шекараларын қолдау, сапа және сынақ, яғни қолданушылар үшін жоғарғы сапа және кемшіліксіз мобильді қосымша ұсыну маңызды болып табылады. Мақсат маңызды және оны сынақтан өткізу маңызды болып табылады. Қауіпсіздік талаптары, яғни аутентификация. Серверлер үшін аутентификация әдісі арқылы қорғалуы тиіс. Бұл соның ішіндегі пайдаланушы атауы, яғни атауы мен кілт сөздер, яғни екі факторлы аутентификация және биометриялық деректерді талдау. Мысалы, күнделікті біздер биометриялық талаптар арқылы, мысалы, Каспи сияқты қосымшаларды, мысалы, олардың қауіпсіздігі қорғалған. Шифрлау, яғни барлық деректерді тасымалдау кезінде заманауи цифрлау әдістерімен қорғалу қажет. Сервер мен қосымша арасындағы барлық байланыстар қауіпсіз және HTTPS хаттамалары арқылы жүзеге асырылуы қажет. Серверге қол жеткізуді рөлдер мен құқықтар негізінде басқару қажет. Тек кімге қажетті функционалдыққа рұқсат берілуі қажет болып табылады. Жалпы тұрақтылық, біздерде мобильді қосымшалардың тұрақтылығы ең маңызды болып табылады. Бұл үздіксіз жұмыс істеуге, яғни сервер жүйесі қосылған кезде кез келген уақытта қолжетімді және тұрақты болу қажет. Осыдан тыс жағдайларға, қосымша төтенше жағдайларда қауіпсіз жұмыс істеу қажет болады. Мониторинг және алдын алу. Сервер жүйесінің жұмысын тұрақты түрде мониторингтелуі және ауытқушылықтардың уақытылы анықталуы керек. Бұл алдын ала шараларды қолданып, болашақ ауытқулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда осы серверде қателіктердің кесірінен, мысалы, кейбір бағдарламаларының жұмыс жасамауынан, бір функцияларының жұмыс жасамауынан біздер үлкен бір процесстерді тоқтатып қоймыз. Осы орайда барлығын тексерістеп, мониторинг жасап отыруымыз қажет. Яғни авариялық жағдайды шешу. Авариялық жағдайда туындаған кезде сервер жүйесінің қалпына келуі және қосымшаның үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі қажет. Бұл жерде резерв жүйесі тағы да қолданылғаны дұрыс болады. Төменгі, яғни жылдам желі қосылымы. Сервер үнемі жоғары жылдамдықты желі арқылы қосылуы қажет. Бұл пайдаланушыларға жылдам жауап қайтаруға және деректерді тез жүктеуге мүмкіндік береді. Оңтайландырылған өнімділік. Сервер жүйесі тиімді түрде конфигурацияланған және оңтайландырылған болуы мүмкін. Бұл кідірісті барынша азайтады және пайдаланушыларға жылдам әрекет етуге мүмкіндік береді. Пайдаланушыдан түскен кез келген сұрауды сервер жүйесі жылдам тиімді өңдеуі керек. Бұл әрекеттерді орындауға кететін кідірісті азайтады. Масштабтау мүмкіндігі. Яғни бұл жерде сервер жүйесі өсіп отырған қолданушыларға қолданушы қажеттіліктерін қанағаттандыра алатындай жүйелі түрде масштабталу керек. Инфрақұрылымды оңай кеңейту және жаңа мүмкіндіктерді қосу. Сервер жүйесі жүйені автоматты түрде басқара алу керек. Ол қажетті ресурстары уақытты бөлуге және жүктеменің өсуіне дер кезінде жауап беруге қабілетті болуы қажет. Яғни көлемдерді өсіру,
қажет болған жағдайда серверлер жүйесін оңай ұлғайту және қосымша өнімділікті қосу мүмкіндігі болу қажет. Бұл пайдаланушылардың өсуімен бірге қосымшалардың жұмысын қамтамасыз етуі мүмкіндік береді. Себебі әрбір мысалы бастапқыда қосымшалар өте азғантай көлемде болуы мүмкін. Мысалы 200 мегабайт, 300 мегабайт сияқты. Ол мысалы адам саны өскенге байланысты олардың ішіндегі деректер саны артады. Осы орайда біздерге үлкен көлемді банағыдай жадылар қажет болады. Осы орайда олардың кеңейтілімі, яғни көлемдегі жағынан болашақтағы өсуі жөніндегі жалпы жоспарға алуымыз қажет. Үйлесімді ресурстан, яғни энергияның тиімділігі, сервер жүйесі қуатты және тиімді пайдалану керек. Ол жоғары өнімділікке қол жеткізе отырып, энергия шығынын барынша азайту керек. Оңтайлы сақтау жүйелері, сервер жүйесі өнімділік және энергия тиімділігін оңтайландырған заманауи сақтау жүйелерін жабдықталу керек. Жалпы процессорлар сервер үнемі жаңартылып, ең соңғы және тиімді процессорлармен жабдықталу керек. Бұл өнімділікті арттырады және энергия тұтынуды азайтады. Сервер инфрақұрылым энергияны төмендететін және технологияларды пайдаланатын жасыл ғимараттар немесе орталықтарды орналастыру керек. Жүктемені қалай басқару? Жүктеме болжамы. Сервер жүйесі пайдаланушы қызмет пен сұраныстар арқылы алдағы жүктемені болжау керек. Яғни автоматтандырылған масштабтау, банағыдай айтқандай сервер жүйесіндегі қосымшалар, яғни қосымша ресурстардың бөлінуі, яғни жаңа серверлерді қосу мүмкіндіктерінің болуы, сервер жүйесі төтенше жағдайларда қажетті өнімділікті қамтамасыз ету және пайдаланушылардың сапалы қызмет көрсетуі деген сияқты жүктемені басқару мүмкіндіктері болуы қажет. Жалпы біздерде бірнеше тілдерде жұмыс істей алуы, яғни мобильді қосымшаларымызды сервер жүйесінде, яғни әртүрлі өндірілетін келетін пайдаланушылар үшін бірнеше тілдерді қолдану керек. Мысалы, қосымшаның әмбебаптығы және қолжетімділігі артады. Бұл жерде автоматтандырылған аудару жүйелерін қосқанымыз маңызды болады. Себебі мысалы көбіне қосымшалар үш тілде болады: ағылшын, қазақ, орыс тілінде. Бұл мысалы әртүрлі, мысалы мемлекетімізде әртүрлі ұлттар бар. Оған байланысты мысалы кішкене қолданушылар саны артуына да тура алып келеді. Бұл жерде немесе болмаған жағдайда бұл жерде автоматтандырылған аудару қызметі қосылған жөн болады. Себебі біздің тіліміздегі мәліметтерді автоматты түрде аударып, банағы қолжетімділікті, яғни кеңейтетін болады. Сервер жүйесі түрлі кедергісіз әлемнің кез келген нүктесінде, яғни қолдануға мүмкіндік ала алады. Жалпы қолданушы интерфейсі қарапайым, тартымды дизайнды болу керек және бейімделгіш әртүрлі жағдайларға, яғни бейімделгіш, қолжетімді, тілдік, мәдениеттік ерекшеліктері икемді интерфейсімен болуы қажет. Жалпы қолдану және техникалық қызмет. Мобильді қосымшалар сенімді және үздік жұмыс істеу үшін тиімді және қолдау қызметі болу қажет. Яғни қосымшалар егерде келеңсіз немесе техникалық қателіктер болған жағдайда қолдау қызметіне жүгінуге мүмкіндіктің болғаны жақсы. Өнімділікті бақылау, яғни жүктеме пайдалану және реалды уақыттағы өнімділік көрсеткіштерін мониторингте отыру керек. Мысалы, сату дүкені болса, сату дүкеніне арналған болса, ол жерде қанша адамның кіргені, олардың қаншама байланыс болғаны сияқты мониторингтеп өнімділікті бақылауда ұстап отыратындай мүмкіндіктері болуы қажет мобильді қосымшамызда. Тестілеу жеткізу. Жалпы барлық функционалдық мүмкіндіктеріне үнемі тестілеуден өткізу керек, жүйелік және қабылдау тестілерін жүргізіп отыру керек ай сайынға. Және бета тестілеу, бұл шынайы пайдаланушылармен тестілеп, мобильді қосымшалардың нақты ортадағы көрсеткіштерін тексеруіміз керек. Мысалы, біздерде білетініміз, мысалы, көптеген мысалы InDrive